Сабақ тақырыбы құтыру ауруына диагноз қою әдістері, алдын алу шаралары. Сабақ мақсаты құтыруға диагноз қою әдістерін меңгеру, күтілетін нәтиже лабораториялық зерттеу жүргізуді, дауалау және алдын алу шараларын жоспарлауды үйрену. Құтырық, рабиес бешенство. Орталық жүйке жүйесін зақымдап, шашырынды полиэнцефалит арқылы ерекшеленетін, жіті өтетін жұқпалы ауру. Құтырық өте ерте заманнан адамзаттың мәдени тарихы қалыптаса бастаған кезден белгілі. Ол туралы мәліметтер Вавилонның заңдар жинағында кездеседі. Құтырғанит сілекейінің жұғымталдығы алғаш рет тәжірибе жүзінде 1804 жылы Францияда Цинки дәлелдеді. Оның отандасы Лион ветеринария мектебінің профессоры Гальде үй қойына құтырық жұқтырып, қойды ауырған жануарлардың сілекейімен иммундеу тырысты. Бұл деректерді пайдалаған Луи Пастер үй қойының миынан бірнеше рет өткізу арқылы аурудың қоздырушысын әлсіретіп, өзінің дүние жүзіне әйгілі вакцинасын алды. Қоздырушысы рабиес лессавирус. Рабдовирустар тұқымдастығының лессавирустар туыстығына жатады. Барлық рабдовирустар секілді ол пішінді, вириондардың ұзындығы 180 нанометр, көлденесі 75-80 нанометр, өсіп келе жатқан тауық және үйрек эмбриондарында кейбір торшалар өсіндісінде өсіруге болады. Бұл вирустың екі негізгі антигені бар. Геритін S антигені барлық құтырық вирустарына ортақ, және В антигені вирустың әрбір жеке типтеріне тән. Соңғы антигенге байланысты құтырық вирустары 4 серварға бөлінеді. Індет кезінде кездесетін және лаборатория құтырық вирустарының көпшілігінің бірнеше серварға жатады. Басқа серварлары әзірше тек Африкада бөлініп алынған. Төзімділігі. Құтырық вирусы 60 градус кезінде 10 минут өткенде 100 градуста бірден белсендігін жояды. Төменгі температураға төзімді болады да, тоңазытылып қатырылған мида айлап сақталады. Шіри бастаған материалда 2-3 апта бойы тіршілігін жоймайды. Қолданылып жүрген дезинфектанттардың концентрациясы 1-2% лизол ерітіндісі, 2-3% сілтілер, формалин және хлорамин вирусы тез арада белсенділігінен айырады. Індеттанылық балау. Шаруашылыққа елді мекенге талдау жасағанда анықталатын деректер. Аймақта құтырық ауруының ақырғы рет орын алған уақыты. Аймақтағы тіршілік жасайтын ет қоректілердің түрлері, әсіресе қасқыр, түлкі, қарсақ, олардың аз көптілігі. Жануарлардың бір-біріне немесе адамдарға қарсы бөгде әрекет жасаған кездері болған-болмағаны. Аймақтағы ит пен мысықтардың саны, олардың қандай жағдайда ұсталғандығы және құтырыққа қарсы вакцина егілгендіктері. Аймақтағы қоқыс төгетін, өлексені тілдейтін жерлердің бар жоғы. Құтырықты клиникалық белгілер арқылы балағанда, қазіргі кезде малдың әсіресе сиырдың бұл аурудың классикалық түрімен ғана емес, атипикалық түрде де ауыратынын ескеру керек. Атипикалық түрде ауырған сиыр малының аяқ астынан іш кеуіп, дене мүшелерінің толық немесе жартылай салдануы байқалады. Құтырықта патология анатомиялық өзгерістер айқын байқалмайды. Күйіс қайтаратын малдардың жабыршақ қарынын кеуіп, кептеліп қалған азық көруге болады. Ет қоректілердің асқазанында әртүрлі қоректі азық емес бөгде заттар кездеседі. Көп жағдайда малдың аш ішегінде қабынып, қанталағаны байқалады. Лабораториялық зерттеу. Лабораторияда малдың миынан ИФР, ДПР арқылы құтырық вирусының антигені, одан жасалған жағындылардың микроскоп арқылы бабеш неге денешіктері анықталып, биологиялық сынама қойылады. Материал алу. Тірі малдан сілекей көзінің қарашығының жағынды алынады. Алынған материал иммунды флуоресцентті реакциясымен зерттеледі. Мал өлгенде лабораториялық зерттеуге ұсақ малды толық өлексесі, ірі малдың басы немесе миы алынады. Қажет болған жағдайда малдың миы 50% глицеринмен консервацияланады. Малдың өлексесі немесе басы целлофан қапқа, миы арнаулы стерилдеген шыны сауытқа салынады. Сауыттың ауыз тығындылып, тығынның айналасы парафинмен дәнекерленеді. Алынған патологиялық материал су өтпейтін қағазбен оралып, жолдама құжатпен бірге жуық арада лабораторияға зерттеуге жіберіледі. Құтырық вирусының адамға жұғатын ескеріліп, лабораториялық зерттеуге материал алғанда санитарлық ережелер қатаң түрде орындалуы шарт.
Лабораториялық зерттеулердің реттілігі. Малдың мейі стерилденген жағдайда жарылып, оның бөліктерінен аммонов мүйізінен, мишықтан, ми қырыстарынан, сопақша мидан 2-ден барлығы 8 жағында алынады. 4-еуінен телімді бабеш негрі денешіктері, қалғанынан ИФР-дің тура қойылатын арқылы құтырық вирусы антигені анықталады. Жаңындылар жарық және люминесцентті микроскоптар арқылы зерттеледі. Ми ағзасынан алынған патологиялық материал ДПР-мен зерттеліп, лабораториялық жануарларға биосынама қойылады. Телімді спецификалық денешіктерді анықтау. Алынған жағындылар селлер-су, муромцев тағы басқа әдістермен боялып, жарық микроскоп арқылы қаралады. Селлер-су тәсілімен боялғанда протоплазмада телімді бабеш негрі денешіктері сопақша келген бұршақтары айқын күлгін қызыл түсті денешіктер түрінде, ал муромцев әдісімен боялғанда ашық сия түстес торшаларда қою көк түсті денешіктер ретінде көрінеді. Бабеш негрі денешіктерінің анықталуымен құтырыққа төбедей балау қоюға болады. Бірақ кейбір жағдайда сау жануарлардың, әсіресе мысық пен тышқанның, сонымен бірге жыланның уымен уланған немесе электр тоғының өлген иттің миынан бабеш негрі денешіктердің ұқсас денешіктерді кездестіруге болады. Мұндай жағдайда денешіктердің иммунды флуоресцентті әдіс қолдану арқылы ажыратады. Құтырыққа шалдыққан жануарлардың 60-85% ғана бабеш негрі денешіктерінің анықталуына байланысты. Бұл індетке тән болжамдар болып, жағындылардың телімді денешіктер анықталмаған жағдайда патологиялық материал ИФР, ДПР биологиялық сынама арқылы зерттелінеді. Биологиялық сынама. Биологиялық сынама 6-10% ақ тышқанның бауырындағы балаларына қойылғаны тиімді. Себебі олар құтырық вирусының барлық түрлеріне сезімтал. Мидың әр бөлігінде дайындалған 10% езімді сынамаға алынған ақ тышқандардың жартысының миынан, қалғанын танауының терасына енгізіледі. Сынамаға алынған тышқандар 30 күнге дейін бақылауға алынады. 48 сағат аралығында өлгендер есептеуге алынбайды. Патологиялық материалда құтырық вирусы болса, сынамадағы тышқандар 6-шы, 10-шы, 20-шы күндері ауруға тән клиникалық белгілер беріп, өле бастайды. Өлгендердің миы жоғарыда аталған әдістермен зерттеледі. Сынамаға алынған ақ тышқандардың миынан бабеш негрі денешіктер немесе құтырық вирусынан антиген анықталса, биологиялық сынаманың нәтижесі 10 деп бағаланады. Серологиялық зерттеу. Ғылыми еңбектерінде құтырықтың балауға бірнеше серологиялық реакциялар ДПР, ПГР, СР, ИФА әр түрлі антигендермен қойылып, лабораториялық практикада қосымша әдіс ретінде ұсынылып жүр. Серологиялық реакциялар арқылы вакцинамен егілген жануарлардың қан сарысуындағы вакциналық антигендерді де анықтауға болады. Дауалау және арылу шараларын жоспарлау. Осы мақсаттармен жүргізілетін шаралар мал дәрігерлік заң кітаптарында көрсетілген нұсқауға вакцинаны қолдануға арналған түсініктеме және індеттану талдауға негізделіп жоспарланады. Жоспар құрағанда қамтылатын негізгі мәселелер: аймақтағы дала аңдарының, әсіресе түлкі тектестердің санын қалыпты мөлшерден аспауын қадағалау, реттеу. Аймақтағы ит пен мысықтардың саны есепке салынып, енсіздеріне қарсы арнайы шаралар қолдану. Қазіргі кезде құтырықтың шығу қауіп бар елді мекендерді иммунды аймаққа айналдыру мақсатымен ондағы барлық жануарлардың арнайы вакциналармен егіліп, әсіресе аймақтағы барлық иттер міндетті түрде иммунделуі шарт. Құтырыққа қарсы жүргізетін жалпы және арнайы шаралар ауданның осы аурудан індеттік ахуалына байланысты жоспарланады. Аймақта індеттің ақырғы рет орын алған мерзімі 2 жылдан асса, онда бұл өңір құтырықтан таза деп саналынады. Жаңа сабақты бекіту үшін тапсырма орындайық. Сұрақтарға жауап береміз. Құтырық кезінде қасан қабағының жұғындысы не үшін тексеріледі? Бабеш негрі денешіктерін анықтау үшін, құтырық антигенін анықтау үшін, элементарлы денешіктерін табу үшін, бактериялардың бар жоғын анықтау үшін. Дұрыс жауабы құтырықтың антигенін анықтау үшін. Екінші сұрақ: құтыру ауруының қоздырушысы: рhabдовирустар, кластридиум септикум, поксивирустар, автовирустар. Дұрыс жауабы рhabдовирустар.
Үшінші сұрақ. Құтырған жануарларды қалай емдейміз? Витамин қолданылады, сульфанил амидтік препараттар емделмейді антибиотиктермен. Дұрыс жауабы құтырық ауруы емделмейді. Төртінші сұрақ. Құтырық қоздырушының негізгі берілу жолдары. Жыртқыш аңдар тістеуі арқылы, азық және су арқылы, аэрогендік жолмен, қан сорғыш жәндіктер арқылы. Дұрыс жауабы жыртқыш аңдар тістеу арқылы. Соңғы 5-ші сұрақ. Лабораториялық зерттегенде қандай денештер табылады? Пашин, туберкулез, гварнерелли, бабеш негри. Дұрыс жауабы бабеш негри денештері табылады. Өте жақсы. Келесі тапсырма сәйкестендіру. Құтырық ауруының кезеңдері, балау әдістері, дауалау шаралары, ауру формалары. Жоғарғы жағындағы сөздерді ретімен қойып шығу керекпіз. Биологиялық сынама. Биологиялық сынама балау әдістеріне жатады. Параличтік сөз ауру формалары. Вакцинацияны дауалау шараларының астына қоямыз. Серологиялық сөзін балау әдістерінің астына қоямыз. Көтерілген. Бұл сөз құтыру ауруының кезеңдеріне жатады. Дел сал. Құтыру ауруының кезеңдері. Дезинфекция сөзі дауалау шараларына жатады. Және соңғы сөз еліру, ауру формалары. Керемет орындадың. Бекіту сұрақтары. Аурудың анықтамасы. Аурудың таралу жолдары. Қоздырғышы, патогенезі. Індеттік деректері. Клиникалық белгілері. Патолог-анатомиялық өзгерістері. Назарларыңызға рахмет.